Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін ерекше дәмді курица терияки тамағын әзірлейтін боламыз. Алдымен бізге тауықтың төс еті қажет болады. Оны өзімізге ыңғайлы етіп, төрт бұрыштап турап алатын боламыз. Одан кейін ыдысымызға сұйық май құямыз. Қызғаннан кейін етті салып, қатты отта 5-6 минут шамасында қызарғанша қуырып алатын боламыз. Үстіне сарымсақты үккіштен турап саламыз және 1-2 минут шамасында қуырып аламыз. Одан кейін 30-40 мл шамасында су құйып, бетін жауып, шамамен 15 минуттай бетін жауып бұқтырып алатын боламыз. Видеода су құйғанымды көрсетуге ұмытып кетіптім, сондықтан бұқтыратын кезде кішкене су құюды ұмытпаңыздар. Одан кейін барып үстіне дәміне қарай тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз және корица саламыз, соя тұздығын құямыз. Одан кейін кукурузды крахмалды суда араластырып, езіп құятын боламыз. Кукурузды крахмал болмаса, картоп крахмалы да жарай береді. Және оттың астын қатты жағып, араластырып, бізде соус қоюланғанша араластыратын боламыз. Мінекей бізде осылай соус қоюлана бастайды. Сол кезде оттың астын өшіреміз және бетіне осылай кунжут себетін боламыз. Мінекей тамағымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментарий қалдырсаңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.